Адам ағзасындағы қан тамырларды ангиология ғылымы зерттейді. Артерия жүректен шыққан қанды таратады. Сондықтан онда қан қысымы жоғары және тез жылдамдықпен ағады. Олар 3 қабатта тұратын берік тамырлар. Әсіресе бірыңғай салы бұлшықет қабаты жақсы жетілген. Ағзадағы ең ірі артерия қан тамырын қолға деп атаймыз. Барлық артерия қан тамырлары бойымен артериялық қан ағады. Олар терең орналасады және терінің астынан көрінбейді. Артерия қан тамырынан қан кеткенін, оның ал қызыл түсінен және атқылап ағуынан білуге болады. Бұл өте қауіпті. Оны тоқтату үшін қан тамырының жарақаттанған жерінен бұрау жіппен қатты қысып байлайды. Бірақ бұрауды 2 сағаттан артық ұстауға болмайды. Артериялық қан әрі қарай капиллярмен жалғасады. Капиллярлар зат алмасу мен газ алмасуды қамтамасыз ететін ең жіңішке қан тамырлары. Барлық мүшелерді капилляр торы қаптап жатады. Капиллярлардың қабырғасы өте жұқа және эпителий ұлпасының бір қабат жасушасынан тұрады. Ол қанның құрамындағы қоректік заттар мен оттекті ұлпаларға жеткізіп, ұлпалардағы көмірқышқыл газы мен зат алмасудың соңғы өнімдерін қанға жеткізеді. Капиллярлардың жұқа қабырғалары арқылы қанның сұйық бөлігі плазма араласып, жасушааралық сұйықтықтарға айналады. Капиллярлар артерия мен веналарды байланыстырады. Барлық мүшелердің капиллярларында газ алмасу жүреді. Өкпеде вена қаны артерия қанына айналады. Газ алмасу мен зат алмасуды жүзеге асыру үшін капиллярлар арқылы қан баяу қозғалады. Ал келесі үшінші вена қан тамыры. Қанды денеден жүрекке айдайтын қан тамырлары. Олардың қабырғалары да артериядағыдай 3 қабаттан тұрады. Бірақ бірыңғай салы бұлшықет қабаты жұқа және әлсіз болады. Қанның қысымы анағұрлым төмен. Қанның венадан жүрекке қарай қозғалуының 3 түрлі себебі бар. Біріншісі, кеуде қуысында қысым төмен болады. Екінші, қан бұлшықеттерінің жиырылуы. Үшінші, қанның кері ағуына кедергі жасайтын қақпақшалардың болуы. Қан венамен бір бағытта жүрекке қарай қозғалады. Барлық веналар арқылы қою қызыл түсті қан ағады. Олар терінің беткі қабатына жақын орналасқандықтан денедегі көкшіл түсті қан тамырларын көруге болады. Вена қан тамырынан қан кеткенде жарақаттанған жердің төменгі жағын қысып, байлап қояды, немесе тамырды қатты басып тұрады. Ірі вена қан тамырларының зақымдану қаупі артерия қан тамырының зақымдануынан кем түспейді. Қан тамыры 3 қабаттан тұрады. Ішкі эндотелий, ортаңғы бұлшықетті, сыртқы дәнекер қабаты. Бұл қабаттар қан тамырын қорғап, оларға эластикалық қасиет береді. Яғни бұлшықетті қабаты жиырылып, босаңсуын қамтамасыз етіп отырады. Жүрек кеуде торының ішінде, өкпенің ортасында орналасқан мүше. Жүрек 3 қабаттан, яғни сыртқы қабаты перикард, бұлшықетті қабаты миокард, ішкі қабаты эндокардтан тұрады. Жүрек 4 клапаннан құралған. Оң жақ қарынша, оң жақ жүрекше және сол жақ қарынша мен сол жақ жүрекшеден тұрады. Әр қарынша мен жүрекшенің ортасында клапандар болады. Сол жақ жүрекше мен қарыншаның ортасында митральды клапан, ал оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның ортасында прикуспидиальды клапан болады. Клапандардың негізгі қызметі жүрекшелерден келген қанды қарыншаға өткізгеннен кейін қарыншадағы қанды кері жүрекшеге өткізбеуді қамтамасыз етеді. Жүректің негізгі қызметі насостық қызмет, яғни дененің барлық бөлігіне қан айдау қызметі. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман болайық.